Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты. Анау тағаны, балам, алып жүр. Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын? Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң, әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң, шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір талай шие сатып алды. Шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң, әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тымақ қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Бір шие, онан біраз өткен соң және бір шие. Сонымен әр жерде бір, әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп, жерден алып жеді. Көрдің бе, мына тағаны жаман сынып, жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құры боласың.